Француз революциясы кезеңдері бұл 19 ғасырдың басындағы әрбір жағдайларда байланысты өнер туындылары дамиды дейміз ғой. Соның бірі 18 ғасырдың аяғындағы Франциядағы көпшілік халық көтерілісінен кейінгі музыка өнерінде де өзіндік өзгерістер болды. Көптеген композиторлар осы кезеңге арнап өзіндік шығармаларын жазған. Революция кезеңдеріндегі Францияда музыкалық шығармашылықтың дамуында көркем өмір ерекше әсер етті. Феодалдар билігі құлатылып, өз отанын шетел интервенттерінен қорғай, саяси күреспен байланыса жүрі, француз халқы революциялық рухта өнерін дамыта түсті. Сол кезеңдерде қоғам драмалық көріністегі театрлық қойылымдарды керек еткен еді. Революция кезеңдерінде музыкалық мәдениет жаңалығы оның социалды бағыты еді. Музыка мемлекетке қызмет ететін қоғамдық күшке айналды. Сарай, театр залдарынан ашық алаңдарға шықты музыка. Көркем өмірдің саяси оқиғалармен байланысып кеткен сондай, сол кезеңдердегі музыкалық шығармалар революция көрінісі қызметін атқарды. Революция кезеңдеріндегі өнер басшылықтың айтуынсыз дамуы мүмкін болған жоқ еді. Азаттық үшін күрестің қызған шағында музыка өміріне жаңа бағыт беретін кәсіби музыкалық орталық құрылды. Бернер Саррит гвардия үрмелі оркестрі соның бір мысалы еді. 1792 жылы бұл топ ұлттық гвардияның музыка мектебі дәрежесіне көтеріліп, революциялық Франция өмірінің қоғамдық және көркем өміріне белсене араласты. 1793 жылы конвент мектепке ұлттық музыкалық институт деген жаңа атау берілді. 1795 жылдан консерватория болып бұл мектеп консерватория дәрежесіне көтеріліп жаңадан қалыптасты. Осылайша әйгілі Париж консерваториясы халық көтерілісінің қызған шағында дүниеге келген еді. Госсек композиторлар Гретри, Керубини, Мегюль, Далере, Катель, Бертон бұл Францияның көрнекті композиторларының есімдері. Сол жаңағы Саррет бастаған музыкалық қоғамды қозғалысты жалғастырушылар болып есептелінеді. Болашақ консерваторияның оқушылары мен оркестр тыңдаушылары Франциядағы жаңа көпшілік батырлық музыкалық жанрлардың қалыптасуына ұйытқы болған. Революцияға арналған музыка әуендері көп адамдары қатысқан театрлық қойылымдарды қалыптастырды. Мерекелік шараларды көркемдеуге суретшілер, ақындар, музыканттар, композиторлар атсалысады. Мұндай салтанатты көркемдеуге өз үлесін қосқан әйгілі суретшілерден Давидті айтуға болады. Ақындық өнерімен көзге түскен Шенье деген ақынды айтуға болады. Революция рухындағы музыкалық стилін алғашқы көрсеткен француз симфонисті Франсуа Госсек композитор. Госсек өз шығармашылығында қоғамдық төңкерістің батырлық рухын көріністей білген. Революцияның алғашқы кезеңдерінде халық әндері мен әнұрандары кең етек жайған. Кейде танымал опералық ариялар мен би әуендері естілетін. Солардың бірі Карманьола революциялық әні. Армия офицері Руже де Лиль жазған Марсельеза халық сүйіп орындайтын әнге айналады. Вокалдық және аспаптық музыкада да бірте-бірте өзіндік батырлық стильдегі интонациялар қалыптасады. Көпшілігі 18 ғасыр опера және симфонияларындағы батырлық бейнес элементтерін классикалық деңгейде айқындай түсуге тырысады. Музыка салмақты, әрі қарапайым күште болады. Франция революциясы кезеңдерінің музыкасы қалыптасуына үрмелі оркестрлердің өзіндік маңызы бар еді. Сондай оркестрдің орындауына композитор Госсек жерлеу маршы атты жаңағы шығармасын жазған. Бұл әрине сол батырларды жерлеу рәсімінде орындалатын музыка еді. Мұнда француз революциясының көпшілік демократиялық стиліне тән ерекшелік көрініс тапты. Бұл жанрлар 19 ғасырларда да өз идеясына жауап берген еді. Бетховеннің бірінші жерлеу рәсіміне арналған маршы осы шығармалардың жалғасы болып келеді.
Осы ойды композитор Берлиоз траурлы триумфалды симфониясында жалғастыра білді. Шопен, Шуберт, Мендельсон, Чайковский шығармаларында да осы бастамалар жалғасын табады. Француз революция кезеңдерінде музыка толықтай алғанда әлем музыкалық шығармашылығында өзіндік бір кезең ретінде аяқталған көркем стильді қалыптастырды. Революциялық Франция елінің театралды мәдениетінің жоғары деңгейі әлем опера театрларының дамуында өзіндік ықпал ете білді. Корольдік монополияның құрылуы театрға да үлкен әсер етті. Драма өнері көркейе түсті. 1789-1799 жылдар аралығында Парижде 70-тен астам театрлар жұмыс істейді. Монархияға қарсы революцияны көтермелеген мазмұндағы пьесалар көпшілікке ұнайтын. Үгіт насихат жанрындағы опералар, опера апофеоздер көпшілік назарында болды. Мысалы, соның бірі Госсектің «Еркіндікке сыйлық», республиканың өркендеуі сияқты опералармен қатар Гретридің «Денис Тиран» деп аталатын операсы. Революция кезеңдеріндегі француз операларының екі бағыты музыкалық театрларда қойылды. Ол комедиялық және трагедиялық батырлық опералар. Жаңа музыкалық театрлардың қалыптасуына комедиялық опералар басты әсер етті. Революциялық опералардың жаңа стилін қалыптастырғандардың бірі деп Луиджи Черубиниді атаймыз. Оның туып өскен жылдары 1760-1842 жылдар аралығы. Әйгілі композитор Луиджи Черубини, музыкант, Италия және Франция опералық мектептерінің тамаша білгілі, Австрия неміс Зингшпилінің симфонизмінің жаңашылы. Ол Черубини опералық драматургия және қатаң полифониялық жазба түрлерін бірдей дәрежеде меңгерген композитор болып есептелінеді. Ол өз заманында музыкалық театрдың белді композиторы еді. 18 ғасырда қатаң тәртіпте болған трагедия және тұрмыстық комедиялық спектакль аралығы оның операларында әбден жойылған еді. Күнделікті тұрмыстық эпизодтар, трагедиялық суреттемелер қоса көркемдей түскен Черубини батырлықты комедиялық опера дәстүріне жақындата түседі. Композитордың операсының бірі «Су тасушы» немесе «Екі күн» деп аталады. Бұл опера 1800 жылы алғаш рет қойылған. Черубинидің опералық увертюраларына деген қызығушылық ерекше еді. Оның опералық увертюралары Глюк, Бетховеннің осындай шығармаларын байланыстырушы тәрізді. Бағдарламалық айқын бейнелік Черубини увертюраларын танымал ете түсті. Черубини сол кезеңдегі замандастары тәрізді көп нәрселерді жоспарлағанмен іске асыра алмады. Революция кезеңдеріндегі Франция музыка қайраткерлерінің бірде-бірі әлем музыка тарихындағы классиктер қатарынан орын ала алмады. Бұның бірі басты себебі сол революция кезеңі болса керек. Бірақ революция кезеңдеріндегі музыка мәдениеті 18 ғасыр эстетикасын үзе өнердегі жаңа белеске жол аша білді.